Ассалаумағалейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді американдық шоколад қосылған печенье дайындаймыз. Алдымен бөлме температурасында сары майға қант ұнтағын және қантты салып миксерлейміз. Барлығы араласқаннан кейін оның үстіне бір жұмыртқа, бір жылтыр қосып тағы да миксерлейміз. Массамыз кішкене көтеріліп, сары майымыз ағаруы тиіс. Одан кейін електен өткізілген ұнымызды саламыз. Одан кейін разрыхлитель саламыз, яғни қопсытқыш. Тағы да миксерлейміз. Бізде кішкене қолға жабысқақ қамыр шығады. Енді пышақпен үгітілген осындай шоколад саламыз да, оны қасықпен араластырамыз. Барлығы араласқаннан кейін жаңағы мұның печеньенің, болашақ печеньенің формасын келтіріп, дөңгелек қылып осылай пергаментке қойып шығамыз. Менде бұл жерде 13 штук шықты. Оны 170 градусқа 15-20 минут пісіріп аламыз. Біздің печеньелер дайын, жүп-жұмсақ, тәп-тәтті болып шығады және де тез жасалып, тез піседі. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.